Не деп жатсың? Бүгін демос. Кім айтты бүгін? Бір емес, екі емес, 3 съемка бар. Маған бәрі. Қатын құшақтаймын, ұйықтап ескітеймін. Тұр, гречка пісті, гречка. Түсе берші, сонда ұйықтаймын. Гречка жейміз. Ей, өйтпе, болмайды. Біз стористамыз. Бәрі маған. Қайырлы кеш, оқырмандар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Біз үйге келіп кешкі шайымызды ішіп, қазір кешкі асқа қарайын деп жатырмын. Өздеріңіз қалайсыздар? Өзімді де көрсетіп қояйын деп шештім. Сұрайын деген оқырмандар, сіздерге барлықтарыңа мен сторисім көрініп тұрма. Себебі кейбір оқырмандар маған личкеге, WhatsAppқа жазып жатыр, сториста жоқсыз, қайдасыз деп. Мен вроде салып жатырмын. Соны бір егерде көрініп тұрған болсам, мүмкін банға кетпеген шығармын. Бірақ та енді алгоритм, Инстаграмда алгоритмге байланысты кейбір ақаулар болып жатыр. Оған енді жұмыс жасап жатыр бір Инстаграм түсінетін жігіттер. Енді айтайын дегенім, мына жерге реакция қалдырып кетіңіздерші. Егерде мен действительно көрініп тұрған болсам. Сосын тамағымды Ақтау жап-жасыл болып, талдар оранып жатыр деймін ба. Қараңыздар, әдемі. Біздің Ақтау деген әдемі ғой, шіркін. Есік алдында қызым садиктен шығып ойнайым дейді ғой. Балалармен ойнап келсе де ойнаймыз. Үйге барып әкесі тағы ойнайды. Şimdi до конца ойын. Ұйықтайын дегенше. Шаян ұялып берді деп, маған тіл тигізу дұғарында. Ол баян ұялып берсе, баяғдан да алып беру бат, әлі де алып беру бат. Олардың бір құлағына тарған сырғасының өзі бір-бір үй тұрады. Оның сумкасы сондай тұрады. Сондықтан ол шамалы болса да ұят айқайлап, біз айқай шығасын, шамалы ұяты бар екен қайтып. Онда ұят жастар үші көп бізде. Телефонға салып мақтанғанда жақсысындар. Мен 10 мың теңге аламын, оның отчетін күнде беремін. Міне мынау Астанадағы 1 миллион төлеймін. Оның ақшасы кейде шығады. Оған самолет кіреді, оған жұмысшы кіреді. Бір 10 мыңға қол аяғы сындырып тұрып салып беремін. Сол ақшамен мен 18 үй алып бердім, Аллаға шүкір. Өз 5 мың, 10 мың алған кезінде. Одан артық бір тиын да алып көрген жоқ. Мен құлағыма ондай сырға тақпаймын, бас тарттым сол сырғадан. Сол сырғаға мен, мысалы, олардың бір сырғасы 20 миллион, 100 миллион тұрады тіпті керек. 5 адамға ұялуға. Сондықтан көп баян шаянға ырбаңдай берудің қажеті жоқ. Оны айтпаса үші сөз жетім. Мен айтқан үшін мен мазақтаудың қажеті жоқ сендер. Жыныстық қатынасқа түскен күйеуі мен әйелінің видеосы жаппай талқыланып жатыр, иә. Яғни ол жерде әйел мен күйеуінің жеке видеосы жалпы. Мен басында оны қатты мән берген жоқпын, кейін уже комментарий оқып бастадым деген секілді. Сол кезде кухняда түсіру тренд, сосын барып бұл хайп, одан кейін блогер әдейі түсірген деген секілді комментарий оқыдым да, одан кейін қарапайым сондай бір тандыр арқылы видео келді маған. Вот ол видеоны көрдім. Көрген кезде типа мен уже жақындатып та қарадым, жаман мақсатта емес. Просто бүйтіп қарап шықтым да, бұл жасанды интеллект, яғни ИИ арқылы жасалған жоқ па екен деп қарадым. Яғни ол жерде бір саусағың, мысалы 5 саусағың бір 6 болып кетеді, 7 болып кетеді деген секілді жоқ. Кәдімгідей живой өзі түсірген видео. Не үшін ондай көрдім деген секілді бірінші сұрақ, ол жасанды интеллект емес па? Екінші, шынымен де оны блогер скрытый түсіріп алды ма, и жанынан түсірді ма деген секілді ой. Сізде біз қазір барлығымыз осындай интернет желісіндегі бүткіл ақпаратты бұрынғыдай телевизор арқылы көрмейміз, ол телефон арқылы кең таралып кетеді. Мендегі бірінші ой, біздің осы видео қана Қазақстан емес, басқа елге таралып кетпесе екен деген. Өйткені осы елдің азаматтары осындай видео түсіріп тренд екен ғой деген ой болмаса екен деген өзімде іштей бір білмеймін, бір ой болды ма, сондай реніш болды ма, сондай. Екіншісі, бұл шынымен де блогер скрытый түсірді ма, или өздеріне телефондарында тұратындай видеода бұл қызықты нәрсе емес қой, иә, еркектің күйеуінің өзінің қарым-қатынасы, иә. В общем, солай. Үшіншісі, енді менде сұрақ болды. Хайп қуатындай сенің әйеліңнің немесе күйеуіңнің әурет жерлерінің бүткіл Қазақстан жалпы бұлай көрді. Кемінде бір 10 адамның біреуі көрді деген секілді. Вот сіздің ойыңыз қалай?
Енді мен бұл жерде не үшін түсірді, бұл хайп па, мен бұл кінәлі дегім келмейді. Просто өзімізге өзіміз жасап алған жоқпыз ба деймін. Өйткені сол түсірген сол бір видеодағы екі кейіпкердің жетім емес қой, екеуінің туыс тумасы бар. Әйел мен күйеуінің туыс тумасы бар, бала шағасы бар деген секілді ол видео сақталады. Былай қарасаң шығады деген секілді. Может, біреу сохранить ете алып телефоны, может, таратып жатыр дегендей. Сіздің ойыңыз қалай? Біз кеше салған хан мен оның әйелі Анушаның видеосы туралы айта кетейін деген. Көптерді жазып жатсыздар, неге бұларды жарнама жасап жатырсыз, неге бұлардың әңгімесін тыңдап отырсыз деп. Мен айтқым келетіні, ешкімнің басына бермесін бұндай жағдайды. Және де хан деп жатыр, бұл да қазақтың бір баласы. Сондықтан енді сұрағаннан кейін менің жаңағы инстаграмым барлық қазақ үшін ашық. Кез келген адам өзінің уәжін айтып шыға алады. Сондықтан түсіністікпен қарауларыңызды өтінемін қазақ. Ал оқырмандарымның назарына қазіргі таңда кредитный историясы білінген кісілер өте көп. Жалпы арест шешу, графикке қою, рейтинг көтеру деп жатамыз. Және де жаңадан бизнес бастағысы келетін кісілерге кредит ала алмай жүрген болсаңыздар, жеке кәсіпкерлерге үлкен сомадағы ақша керек болса, даму бойынша ең аз процентпен 5% және де агро бойынша 2,5%пен алғысы келетін кісілер болса, енді қазір барлығы зерттеп, процентін есептеп жатады. Енді ол да сауаттылық шығар, ол да дұрыс шығар. Және де мемлекеттен берілетін қайтарымсыз грант деп жатамыз. Осы жөнінде план құрып, оны отчетін жасау, тағы да бұдан бөлек қандай услугалар